Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз балықтың бастарын асатын боламыз. Ең алдымен біздің суымыз жылы болуы қажет. Қолымыздың көмегімен көріп алатын боламыз. Одан соң балықтарымыздың басын жаңағы жылы суымызға салып алатын боламыз. Содан соң кішкене ғана қайнатуға жібереміз. Міне, ендігі кезекте біз сүзгішімізді алып, сүзгішіміздің көмегімен көбіктерін сүзіп алатын боламыз. Енді көкөністерімізді салып аламыз, яғни пиязымызды, картобымызды, болгар бұрышымызды, асқабақтарыңыз болса, асқабақтарыңызды салыңыздар. Егер асқабақтарыңыз болса, тіптен жақсы, өте дәмді болып шығатын болады. Және де айта кетейін, пиязымыз кішкентай болуы қажет. Осылай барлығын рет-ретімен салып аламыз. Бір қасық тұзымызды салып, араластырып, бетін жауып, баяу отта жарты сағат қайнатып аламыз. Міне, дайын көкөністеріміз де балығымыз да пісті. Енді піскен кезде аскөгімізді салып аламыз. Яғни дайын болған кезде. Міне дайын, ыдысымызға салып аламыз. Мінекей, осылай дайын болып шықты. Міне дайын, міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Салқынға керемет ерекше тағам, жәнеге тұмауға өте таптырмас тағам болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын!